Бүгін кешегі балғын балалық шақтан үлкен өмірге қадам басқалы отырған номер 27 Зәтат Айманов атындағы орта мектептің 2020 жылғы 30 түлектер атынан мектеп ұстаздарына алғысымды білдіргім келеді. Осы күнге дейін мектеп қабырғасында біздің барлық жеңістеріміз бен жеңілістерімізді қатар көтеріп, бойымызға адамгершілік қасиетін дарытып, тұлға ретінде қалыптасуымызға атқарған еңбектеріңіз шексіз. Құрметті Сәния апай, сізді бәріміздің қамқоршымыз, шәкірттеріңіздің жылы жүректі ұстазы болғаныңызды мақтан етеміз. Көп жылдар бойы ақырын жүріп, анық басқан ұстаз болуыңызбен бірге, бізді сабырлы мінезбен, салиқалы салмақты ақылыңызбен тәрбиеледіңіз. Әрқайсымыздың өмірде өз орнымызды табуымыз үшін берген ақыл кеңестеріңізге мыңда бір рахмет айтып, шәкірттік ықыласымызды білдіргіміз келеді. Құрметті Ару апай, сіздің бізге берген тәлім-тәрбиеңіз, біліміңіз үшін алғыс айтамын. Шәкірттеріңіз әрдайым үмітіңізді ақтасын. Сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға ырыс байлығын, көңіліңізге сезімнің шалқан шаттығын тілеймін. Әрдайым табыстан табысқа жете беріңіз. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын. Dear teacher Bibikul, let them surround you with joy, happiness and success, smile and love, charity and care. Let every moment bring you only happiness and joy. Thank you very much. Құрметті Роза Мүбәраққызы, осы 11 жыл бойы бізге білім мен тәрбие беріп, осынау ауыртпашылығы мен жауапкершілігі мол кәсіпті атқарып жүргеніңізге көп рахмет айтамыз. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Тек шәкірттеріңіздің ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіз. Бек ағай, Свет апай, Бибінұр апай, сіздерге осы 11-ші Ә сыныбынан үлкен алғысымды білдіргім келеді. Бізге түрлі іс-шараларда белсенділік танытуды және де Қазақстанның одан да өзге елдердің, мемлекеттердің географиясын үйреткендеріңізге, қазақ тілінен, орыс тілінен жоғары дәрежеде білім бергендеріңізге көп рахмет. Сіздерге тек қана денсаулық, шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Осылай шәкірттеріңіздің құрметі мен алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Құрметті Қайрат ағай, Кәмшат апай, сіздерге осыған дейін берген білімдеріңіз үшін мыңда бір алғыс айтамын. Біз сіздерді ұмытпаймыз. Берген білімдеріңіз үшін көп рахмет. Құрметті Менсулу апай, сізге көп рахмет. Осы уақыт аралығында бізге берген біліміңіз бен тәрбиеңізге ризамыз. Өз ісіңіздің жемісін көріп, мақсаттарыңызға жетіп, армандарыңыз орындалсын. Биік шыңдардан көріне беруіңізге тілектеспін. Құрметті Сүмбіл апай, ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбектеріңізге шын бейілмен алғыс айтамын. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық және шығармашылық жұмыстың жемісін көруіңізге тілеймін. Рахмет. Құрметті Нұргүл апай, сізге көп рахмет. Алғыс айтқым келеді бір адамға, ана болып қалыптасты ой санамда. Міне, Нұргүл апай, өмір бітірді балаңда, жүрегі кең көгілдір мөлдір аспан, күлімдеп жанарынан нұрын шашқан, жанына жақын тартқан әуел бастан, мейірімді ұстаз жоғал сізден асқан. Басқаларға қатал болып көрінген бет біздер үшін көз жасы төгілгенмен, әрдайым бізді қорғап өз балаңызға қараған өзі үшін сізге көп рахмет. Өміріңіз ұзақ, жетістіктеріңіз көп болсын. Нұргүл апай, сізге алғысым шексіз. Міне, көктем өтіп жадырап жас келіп жетті. Осындай жыл мезгілінде біз мектепте жатырмыз. Қамжан апай, сіздің бізге деген үйреткен нәрселеріңіз өте көп. Менің сізге тілерім, өміріңіздің соңына дейін бақытты болыңыз, еш ауырмай, сырқамай, бізден кейінгі дейін оқушыларға өз өнеріңізді көрсетуді тоқтатпаңыз. Біз 11-ші Ә сынып қыздары сізді ешқашан ұмытпаймыз. Құрметті Рай апай, Нұрберген ағай, сіздерге өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі жұмыстарыңыз бен мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен шыжыға қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз өрлей берсін, өсе берсін. Шәкірттеріңіздің құрметі мен алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Құрметті Мәншүк апай, Толқын апай, Ханзат апай, сіздерге осы видео арқылы Зәтат Айманов атындағы номер 27-ші орта мектебінің 11-ші Ә сыныбы оқушылары өздерінің алғыстарын жеткіздірмекші. Ыбырай Алтынсариннің айтуы бойынша, маған жақсы мұғалім, бәрінен де қымбат, себебі мұғалім мектептің жүрегі. Бұл сөзге келіспеуге болмайды.
әрбір адамның өзінің тарихын білуі, әдебиетін білуі, әріптің тануы, бұл барлығы сіздердің арқаларыңыз. Сол үшін сіздерге алғысымыз шексіз. Бізге сабырлық танытып, тарихымызды, әдебиетімізді үйреткендеріңіз үшін алғысымызды айтамыз. Бізді әрдайым қолпаштап, қолдап жүргендеріңізге мың алғыс. Сіздерге барша жақсылықты тілейміз, зор денсаулық тілейміз. Тек шәкірттеріңіз, жақсы шәкірттеріңіз көбейе берсін. Біз сіздерді сағынатын боламыз. Армысыздар, құрметті ұстаздар. 2020-ның 30-шы тілектерінің сіздерге айтар алғыстары шексіз. Құрметті Земфира апай, Дархан ағай, осы уақыт аралығында өз пәндеріңізден бізге аянбай білім бергендеріңіз үшін мыңда бір алғыс. Сіздердің отбасыларыңызға шын бақыт, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті Алтынгүл апай және Гауһар апай, сіздер бізге өмір жыл бойы білім беріп, өмірге дайындағандарыңыз үшін, сіздер жасаған еңбектеріңіз үшін сіз білеміз. Сіздердің сенімдеріңізді әрдайымда ақтаймыз деп сенеміз. Қанат ағай, сізге алғашқы әскери дайындық пәнінен берген сабақтарың үшін көп рахмет. Бұл сабақтардың бізге болашақта қажет болып қалатынына менің еш күмәнім жоқ. Ал Гүлнар апай, сіз бізге тек орыс тілі пәнінен сабақ беріп қана қоймай, бізге тәлім-тәрбие бердіңіз. Сол үшін сізге мың алғыс. Қанат ағай, екеулеріңізді мен ешқашан ұмытпаймын. Сіздерге ұзақ өмір тілеймін. Аман болыңыздар. Құрметті ұстаздар, міне 11 жыл деген көзі ашып жұмғанша өтіп кетті. Осы уақыт аралығында бізге білім нәрмесін ұсынғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Құрметті менің алтын ұям, балдәурен балалық шағым үшін, бақыттың шын бағы үшін, 11 жыл пана болғаның үшін, алтын ұя ана болғаның үшін, білімнің секпен нұр дәм үшін мың алғыс. Сағынамын осы бір күнді, достарым менің құшақ күлкіңді, сағынамын сені